тұрғындарда ауырлау формада желшешектің инкубациондық периоды 7-21 күнді құрайды. Адам ағзасына бұл вирус мұрын, ауыз және жұтқыншақтың шырышты қабаты арқылы енеді. Сосын ағзаға лимфа және қанмен таралып, теріге, шырышты қабыққа еніп, ол жерде көбейе бастайды. Бұл желшешек кезінде температура 38 градусқа дейін көтеріліп, тәбеті төмендеп, бас ауырып, баласының ұйқысы келіп, мазасызданып, жылап, әлсірей бастайды. Бет терісінде, бастың шаштың бөліктерінде, денеде, шырышты қабаттарда, яғни ауыз болсын, жыныс мүшелері болсын, барлық жерде 5-7 мм көлеміндегі қызыл дақтар пайда бола бастайды. Бірнеше сағат өткен соң, сол дақтардың орны күлбірей суланып, содан соң мөлдір сулы, кішкентай, нүктелі, яғни іші суға толы бөртпелер пайда бола бастайды. 1-2 күннен кейін олардың сырты қабыршақтанады да, із қалдырмай түсіп қалады. Бөртпелер қатты қышиды. Әрбір бөрте шыққан сайын дене қызу көтеріліп, баланың жағдайы нашарлай бастайды. Бұндай кезде баланың тырнағын алу керек, яғни тырнақпен тырнап, ары қарай өршітіп алмауын қадағалау керек. Эпидемиологиясына келсек, бұл желшешек өте жұқпалы ауру. Бұл вирус ауру адамнан сау адамға жұғады, яғни ауалы тамшылы жолмен сөйлеген кезде, түшкіргенде, жөтелгенде жұғып отырады. Көбінесе балабақшада, мектепке баратын балаларда бір бөлмеде, яғни тар болған кезде жұғу қаупі жоғары болады. Ал кішкентай балаларда, көбінесе 6 айға дейінгілерде ауырмауы мүмкін, себебі анасынан баласына берілген иммунитетке байланысты. Зерттеу диагностикасына келетін болсақ, бұл бізде вирустық инфекция болғандықтан қан анализінен біз көреміз лейкопенияны, лимфоцитозы және суының нормада екендігін. Ал егер ағзадағы бактериалдық инфекцияларға қосарланып, асқынулар беретін болса, лейкоцитоз, нейтрофилі және де суының жоғарылағандығын байқаймыз. Егер менингитке, энцефалитке күдік болатын болса, біз ликворды тексереміз, яғни жұлын ми сұйықтығын. Және де бұл герпес вирустық инфекция болғандықтан ИФА кезінде иммуноглобулин М положительный болады. Сонымен қоса, энцефалит кезінде инструменталды зерттеу бойынша КТ, МРТ бас миынан жасалатын болады, тек қана көрсеткіштер бойынша. Емдеу жоспарына келетін болсақ, баланың температурасы көтеріліп, жағдайы нашарлаған кезде дене қызуын төмендету мақсатында парацетамол 15 мг на килограмм тағайындалады, яғни қабылдау аралығы 4-6 сағатты құрау керек. Бір күнде 4 таблеткадан артық ішкізуге болмайды. Немесе ибупрофен 5-10 мг на килограмм, бұнда күніне 3 реттен артық қабылдамау керек. Немесе бұларды іше алмайтын жағдайда ректальный түрде свечасын қолдануға болады. Және де десенсибилизациялау мақсатында хлорпираминді 1-2 мг на килограмм тағайындаймыз. Сосын бұрынғы кезінде бөртпелердің үстіне зеленка жағатын болса, қазіргі таңда олай емдемейді, тек қана каламинді қолдануға болады. Каламин табылмаған жағдайда цинтолды қолдануыңызға болады. Ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі, ветрянкамен ауырған баланы шомылдыруға болады ма? Жауабы иә, болады. Тек қана баланың жаңа бөртпесін асқындырып алмас үшін денесін ысқылап, мочалка қолдануға мүлдем болмайды. Және де бұндай ауырып жатқан баланы үйден шығармай, карантиндік режимде ұстау керек. Және де үйге осындай ветрянкамен ауырған адамды шақырмай, ол адамның үйіне баруға болмайды. Таза ауаға, далаға шығуға болады, бірақ басқаларға жұғып кетпес үшін алыстау ұстау керек. Бұны 3 апта ұстаймыз, себебі жаңағы айтқанда инкубациондық периоды 21 күнге созылғандықтан. Енді бұл ветрянкаға қарсы екпе, яғни вакцина бар. Бұның аты Варилрикс немесе Варивакс деп аталады. Бірақ бұл кәдімгі календарға енбеген, яғни уақытылы шақыртылып, больницаға салынбайды. Яғни бұның барлығы ақылы түрде жүргізіледі.